Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ең оңай, ең дамды, миксерсіз, айрансыз, сүтсіз, жұмыртқасыз жасалынатын шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Таза ыдысымызға ұнымызды, қопсытқышымызды, какаоымызды, құмшекерімізді салып, бір келкі араласқанша араластырып аламыз. Араластырып алған соң, ортасын ашып, сұйық майымызды құямыз. Және жылы суымыздың жартысын құямыз. Араластырып аламыз. Кішкене араластырып алған соң, жаңа қалған жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Дәл осындай қоюлықта болу керек, яғни сметананың қоюлығындай болады. Ыдысымызға кальциомызды қоямыз. Менде кальцио 20 диаметрлік. Егер сіздерде кальцио жоқ болса, дәл осыны 2 еселеп әселпештің ыдысына істесеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Шпажканың көмегімен көресіздер піскенін. Қазақстан шоколадқа кішкене ғана сүт құйып, микроволновкада немесе су парында ертіп аламыз. Дәл осындай қоюлықта болу керек, қатты сұйық болып кетпесін. Коржымызды суытып алған соң, жиектерін түсіріп, кальциядан шешіп аламыз. Ыдысымызға салып, жаңағы ертіп алған Қазақстан шоколадымызды жағамыз. Қоюлықта дәл осындай болса, бетіне жаққан кезде жан-жағына ағып кетпейді. Және де мен сән үшін бетіне тортқа арналған камушкаларды сеуіп шығамын. Сізде ештеңе жоқ болса, себудің де қажет жоқ, өте дәмді өзі. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді басып, және де поделиться етіп, туысқандарыңызға, достарыңызға бөлісіп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, үлесіңізді тигізе кетсеңіз. Ең бастысы пирог таза піскен, өте жұмсақ. Бір істегеннен сәтті болып шығады. Істеп көріңіздер. Ас болсын.